Құрметті тыңдарман қауым, бүгінгі видеоролик қазақ халқының көрнекті ақыны, қазақ поэзиясының жезкиігі Кәкімбек Салықовқа арналмақ. Кәкімбек Салықов 1932 жылы дүниеге келіп, 2013 жылы 82 жасқа қараған шағында қайтыс болды. Биыл 2022 жылы ақынның 90 жылдығы. Кәкімбек Салықовтың өмір жолынан қысқа ғана ақпарат беретін болса, мемлекет қайраткері ретінде кеңестік кезеңде үлкен жауапты қызметтерді атқарды. Балалық шағынан хабар беретін болсақ, жастайынан ақын Кәкімбек журналист, ақын болуды армандапты. Әйтсе де атасы қазақта бір шумақ өлең құрастырмайтын, өлең құрамайтын адам жоқ, сен маман иесі бол деп қаншағасын үлгі тұтқан екен. Міне осы ата сөзін екетпей Мәскеуге барып, кеңшілік қызметті меңгеріп, өмір жолында Кәкімбек Салықов осы екі мамандыққа да адал болды десе қателеспеспіз. 1970 жылы жазған Кәкімбектің кеңшілік пен ақындық атты өлеңі бар. Міне осы өлеңде ақынның бүкіл өмір жолындағы негізгі кредосы айқын білінеді. Кеңшіліктен ақындығым нашар ма, әлді ақындық кеңшіліктен асар ма? Екі ана, екі әке қос жұмыс, о табиғат, менен жүгін қашар ма? Мен дайынмын, сен үйде бер қосар ба? Шынымды айтып тағы да сыр ашам да. Мен өлеңге бала жастан ғашықпын, кенші болдым өмір жолын ашарда. Біз дегендер соғысшылығы балалар, көңіл нарқын қас қабақтан шамалар, содан болар самай ерте күмістеп, терең тартты маңдайдағы салалар. Кейде менің маңдайыма сор бейім, кейде өтеді біздің үйде той кейін. Азаматтық жүгім ауыр болған соң, ақындыққа тиіп жүр ой жол кейін. Толқып айтсам толғанысты кезімді, о туған ел, сенсің билер сезімді. Әкем үшін бір ісіңді тындырып, анам үшін жырлап өтем өзіңді. Деп жырлаған ақынның есімі ел арасына жезкиік әнімен кең тарады десек, ақиқатын айтқан болармыз. Әнін жақсы келді, сейіліп жазған жезкиік әні халық арасына кең тарады. Жез қанат күміс бауыр киік көрдім, дәруі сол ма дерсің күйік шердің, жез марал жүреді екен арасында қаптаған бетбақтағы киіктердің. Жез киік біздің жаққа қалай келдің, жолымды тіке кесіп жанай бердің, адамның көздерінде екі көзің, япырмай дәтім шыдап қалай көрдім деген ән жолдары әрбір қазаққа таныс. Екінші бір ақынның кең тараған әні ол композитор Шәміл Әбілтаевтың әуені жазған, сөзі Кәкімбек Салықовтың, кезінде Мақпал Жүнісова орындаған халықтың сүйікті әніне айналған бір ауыз сөз. Бір ауыз сөз қасіретті тыяды, бір ауыз сөз айықпас дерт жияды, бір ауыз сөз әлем қайғы еткісе, бір ауыз сөз жаманатқа қияды. Бір ауыз сөз мұхиттарды жалғайды, бір ауыз сөз ұран болып самғайды, бір ауыз сөз ұшса бақыт құсы болып, бір ауыз сөз арсыз жандай алдайды. Бір ауыз сөз таң шолпанын әперер, бір ауыз сөз анаңдай боп мәпелер, бір ауыз сөз ұл туды деп қуанса, бір ауыз сөз әке өлімін әкелер. Бір ауыз сөз жан тетігін табады, бір ауыз сөз мың әуреге салады. Қимас жандар көз жұмарда қоштасып, бір-ақ ауыз
сөз айтысып қалады. Сөз қадірін білетін ақынның бұл да тауып айтқан терең сезімді өлеңі болды. Әр жолы қанатты сөзге айналды. Ақын лирик. Кейде осындай жаны сұлу ақындардың туған жері де сұлу көркем шығар деген адамға ой келеді. Ілиястың әлгі ағынды менің ақсуымды жырлайтындай, Кәкімбек Салықовтың да мына ақ қайыңдар арасында ауылым өлеңінен қысқаша үзінді келтірсек: жасыл жайлау сарыарқа төсін кернеп, әппа орман әшекей көзілдірнек, ақ маралдар тізбегі секілденіп, ақ қайыңдар барады есілдірлеп. Жан толқытқан ақ қиял сылқым елес, таусылар ма шертсе де мүмкін кеңес, ақ қайыңдар ішінде туған адам жүрегі әппақ болмауы мүмкін емес. Аққуды, киікті, маралды өз поэзиясында бір символикалық белгіге айналдырған ақынның бұлай жырлауы түсінікті, ұғынықты болса керек. Кәкімбек ақын қазақтың бар қасиетті жерлеріне арнаған өлеңдері өте көп. Әсіресе Көкшетау, Ұлытау, Түркістанға арнаған өлеңдері көптеп саналады. Соның бірді екеуін ғана мысалға келтірсек: кім білсін шіркін, кім сезді, жеткісе жүрек қаламым, Ұлытау деген бір сөзді аялап рахат табамын. Бауырында өткен сан жылдар бөтенсің маған демейді, қасиеті құтты көп шыңдар жүрсем де қайда жебейді. Ақынның көп өлеңі ана тілге арналған. Кәкімбек ақынның тілге арналған, ана тіл, ұлттық тілімізге, ұлт тіліне арналған поэмасы да бар. Сол көп өлеңдерінің біреуін айта кетейік. Тілім менің ұлттық айқын дерегім, ұлтым бар деп бай тіліме сенемін. Тілім менің мәңгілік ел жаршысы, ұлтым, тілім ортақ ұғым дер едім. Бұған қоса ақын қазақтың белгілі өнер тұлғаларына көп арнау жыр жазған. Мына Сырымбет, Тәттімбет, Ақан сері, Үкілі Ыбырай сынды белгілі күйшілерге, әнші, жыршы, қазақтың қаймағы саналатын тұлғаларына арнаған өлеңдері өте көп. Мұнда Сәкен Сейфуллинге арнаған бір өлеңінен бір соңғы шумағын ғана айтсақ: өлең сөздің гауһар тастай дарасы, сенсіз қазақ толмас өнер сабасы, саған мәңгі алғыс айтар 80 гүл, Көкшетаудың орман тоғай даласы. Жалғызтау бұл да өзінің туған жеріне, қазаққа Үкілі Ыбырай, Ақан, Біржанды сыйлаған қасиетті елге, жерге арнап, жалғыздың жары Құдай деген сөзді өзгемес саған қарап қайталадым деп жүрек жарды жолдар арнайды. Құлагерге арнаған өлеңдері де мол. Мына қысқа үзіндіні келтіре отырып, мен соңғы шумағын ғана оқуым келіп отыр. Арқаланып ел шуына көтерген, ақырғы рет мәреге сен жетер ме? Болсам егер ат айдаушы Бөрібай, сені сақтап өзім мерт болып кетерем. Тауды тау алыстан таниды деме. Мінекей құлагердің шабысына, құлагерге арнаған өлең жолдарының бірінде ақынның осындай бір сыр тартқаны да бар.
жезкек жаңа айтып өттім, киік, марал, аққу. Мына жерде аққу әні, жылжиды аққу айдында жылжымайды, мұңаяды ол неге тұнжырайды, сыңсып салған әніне тебіреніп, қамыс басы қамығып су жылайды, тұнжырайды, жылжиды аққу айдында жылжымайды. Бұл мәтіннің де авторы Кәкімбек Салықов болып табылады. Әлбетте ақында ет пен сүйектен жаралған, өмірдің қиын сәттері, өмірдің қуаныш сыйлар, мезеттері ақын қаламынан да сеп болып қағазға түсіп отырған. Ұлтжанды азаматтың біздің өз ұлтына деген сүйіспеншілігін, мақтанышын көрсететін өлеңдері өте көп. Мына біз кімбіз десең үзінді, біз кімбіз десең құс қанатты қазақпыз, сан қырғыннан есен қалған ғажаппыз. Арғы тегің кім десең де айтайын, сақтан шыққан қажырлел қассақпыз. Башқұрт, ноғай, қарақалпақ, татарлар, қазақ, қырғыз, алталаш деген атау бар. Қап тауының бөктерінде игерді, Әзірбайжан жерінде де қазақ деген атау бар. Сақ нәсілді түркітектес тайпалар, бас қосқаны түбірім деп айтылар. Дешті қыпшақ үйсін қаңлы құраған, біз қазақпыз, жеңбей тынбас салты бар. Тіліңді қорға қазағым, бұл өлең жолын оқу қажет шығар, актуальды деп айтайық. Тіл ұлтымның тірегі, таңдатпай тағдыр жолдаған. Тіл ұлтымның жүрегі, лүпілін алла қолдаған. Тіл қорқыттың арманы, асан қайғы өрлеткен. Тіл абай сөз орманы, бұталы тармақ ержеткен. Тіл тіршілік жалыны, қызу сөнбес от болар. Тіл өшсе өмір сарыны, жалыны өшкен шоқ болар. Мән берсең әрбір сөзіме, жан айқайын жазамын. Өз қолың жетсе өзіңе, тіліңді қорға қазағым. Тіл Абылай ұраны, дербестікке бастаған. Тіл Махамбет пырағы, сегіз сері қостаған. Тіл Сарыарқа саржайлау, Құрманғазы тәттімбет. Тіл туған жер ақ жайлау, ақ сүтпен сіңген ақ міндет. Тіл Мұхтарды тудырған, білсін деп бізді бар ғалам. Тіл Жамбылды ту қылған, жеткенше жүзге сайраған. Зер салсам Мағжан сөзіне, аңқып тұр талай азал үн. Өз қолың жетсе өзіңе, тіліңді қорға қазағым. Тіл жалықпас мұрагер, шоқанға жоқтау арнаған. Тіл шаппай бер құлагер, алдына жүйрік салмаған. Тіл төлеген ажалы, саналы жанды күрсінткен. Тіл қыз жібек ажары, жүрегі барды сүйсінткен. Тіл үзілмес өз үнім, шарықтап құмар қандырған. Тіл Ләйлі біз Мәжнүн, махаббат естен тандырған. Ұмытып бәрін қалмастай, шекпестей қорлық мазағын. Тәлкекке заман салмастай, тіліңді қорға қазағым. Тіл тойдуман ғажайып, немерем тілі шыққан күн. Тап кеше құным азайып, тап бүгін бәрін ұққанмын. Тіл ұлтымның намысы, ақылға қанат байлатқан. Тіл мызғымас ар ісі, бабалар жауын жайратқан. Ғұмырын тілге арнаған, Мұзафар аға көп жаса. Қай көлім құссыз қалмаған, қызғышы сендей болмаса. Ұқсаған алтын жезіңе, әр сөзде жарқын базарың. Өз қолың жетсе өзіңе, тіліңді қорға қазағым. Енді қысқарта айтатын болсақ, ақын Кәкімбек Салықовтың поэзиясында үлкен көлемді поэмалары молынан. Мына жерде біз сіздерге Заман сыры, Ақын Тайжан, Тотының 90 тарауы, Мамырда қар жауғанда, Қаныш және Қарсақбай, ата-анасы Қаныштың поэмаларын ғана атандық. Ал мына мәтіннен сіздер сонау 1977 жылы жарық көрген алғашқы
жыр жинағынан бастап 2008 жылдар аралығындағы шыққан ақынның жыр жинақтарынан көрсетіп отырмыз. Ал күні бүгінге дейін ақынның кітаптары баспалардан жарық көруде. Жаңа айтып өттік, өнер тұлғаларына, өнер адамдарына көп арнаған, өзі әнді сүйетін, өнерді сүйетін, өнерді бағалайтын ақын шығармашылығына байланысты түсінікті болса керек. Мұнда Сарыарқа кітапханасынан шыққан кітабы Жезкиік, Мәңгі шырақ алауы, Даналыққа тағзым. Даналыққа тағзым мына мұқабасынан да байқап отырған шығарсыздар. Академик Қаныш Сәтбаевқа арналады. Ішінде бірнеше поэма және ақынның жырлары кірген. Мына екінші кітап Кәкімбек Салықовтың Сырғалы сонеттер кітабы. Бұл жерге бір ауыз сөз қосу керек. Қазақ поэзиясында сонет жарнына барған ақындар саусақпен санарлықтай ғана. Солардың ішінде сонет жанрының бар қыр-сырын меңгеріп, сырғалы сонеттер жазып. Сонет дегеніміз өздеріңіз білесіздер, ол 14 жолдан тұратын, 4 шумақтан тұратын өлең жолы, өзіндік құрылымы бар. Ал сол сонеттің 14-ін құрастыру, 25-ін құрастыру, ол сонеттен гүлташ, сонеттен сырғалы сонеттерді құрастыру деп аталады. Және құрап жазу формасы, және бұл өзіндік өлшемі бар. Кәкімбек ақын осы сұлу, өте бір ақсүйек поэзиядағы жанрда көптеген шығармалар жазып, соның бір дәлелі Сырғалы сонеттер жинағы жарық көрген. Аққу әнін жаңа біз тоқталдық. Өмірден алған сабақтар, жанымның жарасы көп жазылмаған. Бұл енді әртүрлі өлеңдердің аттары. Бақыт деп білем өзіңде көрген әр күнді, Көкшетауға арналған. Мағжанның бір өлеңі, Мағжанның Сағындым атты өлеңіне арнай отырып, көріп кел ғой ақын сөзі өрелі, пайғамбармын дегені де сол еді. Ғасыр сырын ашып кетті данышпан, бір романнан артық қой бұл өлеңі. Жалпы Мағжанға арнаған бірнеше өлеңі бар. Қорыта айтар болсақ, Кәкімбек Салықовтың өлеңдеріндегі көркемдік тәсілдер, олар арнайы әдеби теориялық зерттеуге өзек болады. Мына әдебиет теориясындағы топ түрлері, көркемдік тәсілдер, эпитеттер, теңеулер, параллелизм, кейіптеу, басқа да формалары ақынның қаламында молынан және шеберлікпен пайдаланылады. Ақын тақырыбы сан алуан. Мына жерде туған жер, Қазақстан, Қанышқа арнаған. Жалпы Қаныш Сәтбаев, Бауыржан Момышұлы, Ілияс Есенберлин, Сәбит Мұқанов көптеген қазақ қайраткерлеріне арнау өлеңдері молынан кездеседі. Сонымен қатар тағы айта кететін жайт, ақын шығармаларын жатқа білетіндердің ішінде ақынның Дала, Нәзіктік, Лифтідегі сұлу, тағы бірнеше өлеңдерін жатқа оқып, халық арасына кең тарауға себепкер болған бірден бір өнер тұлғаларының бірі Әуезов атындағы Академ театрдың ұзақ жылдар актрисасы болып қызмет атқарған Өркүл Әділбекова есімін атап өту қажет деп ойлаймын. Өз елінің патриоты, кең байтақ Қазақстанның астанасы Сарыарқа төріне көшкен кезде ақын көп солтүстік Астанаға
жыр арнаған. Мына соның аз ғана дәлелі. Сонымен қатар Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған әндер өте мол. Ол да арнайы зерттеудің өзегі боларлық нәрсе. Мына жерде кең тараған жезкиік, күйата, аққу әні, шарыс, бір ауыз сөз, Көкшетау, Оқжетпес, Жамбыл ата, тағы басқа өлеңдеріне ғана, атауларына тоқталдық. Және бұл мәтіндерге қазақтың белгілі композиторлары Нұрғиса Тілендиев, Әсет Бейсеуов, Шәміл Әбілтаев, Ескендір Қасанғалиев сынды көптеген композиторлар ән жазған. Мұнда сіздер 1970 жылдан 2008 жылдар аралығында жарық көрген ақынның шығармалар жинағы. Бұл Кәкімбек Салықовтың 75 жылға толу құрметіне, 75 жасқа арнайы библиография шыққан болатын. Солтүстік Қазақстан университетінен міне сол анықтамалықтан алынды. Кәкімбек ақын сонымен қатар тамаша аудармалар жасаған. Мұнда Савельевтен, Маяковскийден, Даваджиден, Пушкиннен аудармалары көрсетілген. Бұл жерде әлбетте Евгений Онегинді Ілиястан бастап бірнеше қазақ ақындар аударды. Әйтсе де зерттеушілердің пікірі сол аудармалардың ішінде көркемдік жағынан ойының мәнді, мағыналы лығы жөнінен Кәкімбек Салықов аударған Евгений Онегин шығармасын арнайы атау орында. Енді сөз соңында біз айтып өттік, Кәкімбек Салықов көп өнер тұлғаларына жыр арнаған. Сондай өлеңдерінің бірі Күй атаға белгілі композитор, күйші Шәміл Әбілтаев ән жазған. Оны бұл шығарманы қазақтың өздеріңіз көріп отырғандай кең дауысты танымал әншісі, Қазақстанның халық әртісі Қайрат Байбосынов орындаған болатын. Енді осы әнмен ұлы тұлғалардың бір-біріне сөзі, әні келіскен, орындаушысы келіскен осы бір шығарманы тыңдауға сөз соңында кезек берейік. Елдің зары тебенсе төгіректі көкірегіңді күй қозғап, жеп-жепті күй атап. Кістен ашып түрмеден қашып шықсаң, түргірмеулі домбыран, еңірепті күй атап. Мұхит асып сан елдене түр-түрлетіп, тыңдаған жан көңілін көркемдетіп, күйлеріңді санарға серпілетіп күй атап. Күйлерің жүр санарға серпілетіп күй атап. Күйзелгенді шақырсаң, бауылдарға бауыл етіп, домбыраң дамылдарма күй атап. Дамылдауға көмбедау, жалын жүрек, жалын келер самғады, ауылдарға күй атап.
мұхит асқан елде түр-түрлетіп тыңдаған жан көңілін көркемдеп күйлерің жүр сарарқа серпілетіп күй қата күйлерің жүр сарарқа серпілетіп күй ата еркін елден еркек үй тыңдасуға тұрғандай сұқылартып шың басында күй ата арманыма қанатты арман жалғап бір ғасырдан қарғасын бір ғасырға күй ата мұхит асқан елде түр-түрлетіп тыңдаған жан көңілін көркемдетіп күйлерің жүр сарарқа серпілетіп күй ата күйлерің жүр сарарқа серпілетіп күй ата